жағы түсетін болса бірінші топ, сол жағы түсетін болса екінші топ. Жарай ма? Аламыз сол жерде монета. Бір монета деп алыңдар да, сол топ бойынша бастаймыз. Кеп алыңдар, бала. Кеп. Сонат. Сонат жүрген алып. Мына ашық айтам ғой. Амина не істейді? Бәрі кетеді ғой. Енді қараймыз. Мына жерде оң жағы деген сөз. Екі жүзде жазылған тобы бірінші топ. Тиынның арты жазылған жоқ, екінші топ. Екінші топ. Көрдік па? Енді мына жерге тиынның беті бірінші топтар мына жерге, екінші топтар ана жерге. Тиынның бірінші беті мыняқа. Сен аны қарасың. Қараймыз. Енді топқа бөліндік қой. Топқа бөліндік. Жаңа сендерге сабақ басталмас бұрын airport.kz-ге кіріңдер дедім. Барлығымызды сайт ашылды ғой. Енді сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйді анықтаймыз. Бүгін менің көңіл күйім мына жер шар әлемінде керемет деген сияқты. Алина жасады. Көрсетеміз. Менің бүгінгі көңіл күйім жүректегідей ашық, керемет. Мен бүгінгі көңіл күйім бір қолда 5 алсақтай 100% дегендей. Керемет, бір шақырады. Амина. Молодец. Менің көңіл күйім өлең сияқты қызық. Керемет. Менің көңіл күйім жер шарындай жақсы көргендіктен осы информатика сабағын жақсы көріп, көңіл күйім күшті болды. Керемет, жақсы. Молодец. Енді сабағымызды бастамас бұрын бүгін сабақта кім жоқ білдің қойшы? Аня Бекерсұлтан жоқ. Жақын Ерсұлтан себепті ма? Себепті Аярушы? Айырып жатыр. Қаршы жайып мақыл. Енді өткен сабақта еске түсіріп жіберейік. Енді қараңдар, бүгін біз өткен сабағымызды құрбақа негізі суда өмірсіреді ғой. Бірақ оның да жағаға шыққысы келеді. Енді қараңдар, жағаға қандай жағдайда шығады? Егер сұраққа дұрыс жауап берген жағдайда. Осы тұста ескере кетейін, сендердің алдарында бір бағалау парағы жатыр, бағалау парағы. Мына жерге өздерінің аты-жөндерін жазасыңдардарына. Квиз 3 жетонмен, топтық жұмыс 1 жетонмен, практикалық тапсырма 4, техникалық диктант 1, тәтті жетонмен марапатталады. Енді қараңдар, марапатталған кезде балалар, бүгінгі біздің бағалауымыз, мынау формативті бағалау ойбауы бізде, 10 жетон жинауға тырысайық. 10 жетон тәтті жетон, анамнау емес, тәтті жетон. Бұл жетонны өте сиқыры бар жетон. Бұл қанша жетон жинайсың, сол жетон бойынша бағаланады. Түсінді ма? Дайынсыздан тасымаса, дайынсыздан алып бастаймыз. Бірінші сұрақ. Қапет бірінші сұрақ. Астап. Бірінші сұрақ. Дайындықпен типтен үште бөлінеді. Келесі нақты санды ең жақын бүтін санға айналдыру. Келесі, сәлем балақай, алғашқы 7 санды берген үшін. Яғни 7 арықтап тастаймыз. Келесі пайызға бүтін санды қалай айтайық? Мына символдың қызметі. Кетті қарай. Видео көрсетіледі, болмаса күнде астан егер көрмейтін болса, топтардан көре берсеңдер болады. Өйткені барлығында осы берген болады. Қараймыз, тыңдаймыз. Үшін екі функциясының көмегімен жүзеге асырылады. Мысалы, аз деген input сан енгіз. Сан енгіз. Бір нақты сан болмайды, немесе сан болмайды. Енді бұл жерде айналды мысалға сан енгіз деп жазбай, жай ғана екі шақшаның өзін жасақ та болады. Немесе санды енгіз деп жазамыз. Сонда аға бүтін сан енгіз дегенді білдіреді. Енді экраннан мәліметтерді шығару үшін функциясы қолданылады. Мәліметтер тізімі.
яғни мәліметтер тізімін шығарады. Балалар бүгінгі тақырыпқа байланысты есептер шығарып көрейік. Сынып бөлмесінің ұзындығы А және Е-ні Б берілген. Осы бөлменің периметрі мен ауданын есептейтін сызық программа құрылды. Балалар, біз сызықтық алгоритм дегеннің не екенін есепті сыныптан білеміз. Әрекеттердің біріне қанша сұраққа жауап берді, сол бойынша экранға шығып отырады. Шықтынан жауап береміз. Сұраққа жауап береміз. Сұраққа жауап береміз. Жауап береміз. Бak, келесін айтса, next деп өте берсең. Так, Мұқтадир 2 балл, Ақбота үшеуіне де жауап берді. Асылжан 3, Еркінбек қыз Алина 3 де дұрыс. Айхан 2 балл, Сонат 1, Пердебек Мирас 3, Жанр 3 де дұрыс жауап берді. Мирас 3-ге, Балауса 1. Балауса қайда? Балауса не болсаған? Қанат қызы Алина 1. Көрдік қой, енді осы бойынша жетон таратылады. Так, Пердебек 3. Асылжан қанша? 3. Так, қанша? 3. Молодец. 2. Жарайсың. Қазір 2 береміз. Мына сендерге. Наш есеп сендерге. Дұрыс орналастырамыз есепті. Қалай орналастыруымызды. Анау, мына тарапқа. Фамилияларын жазыңдар дедім, бұл қазір жағалау тарапқа қанша бала алған. Соны есептейміз. Есін жауаптан беріп тұрсын ба? Бірінші тыңдаймыз қалғаныз. Есеп шығар деп тұр. Аға А инт инпут депсің, Б инт инпут, С тең А плюс Б депсіңдер. Қандай есеп? А қосылған жақша үштегі А қосылған Б. Яғни екі санның қосындысы және арифметикалық ортасы. Я? Ал, сынапын. Біз бірінші клейін ады еңгіз лекташы, өйткені біз бірінші сөйлейтін есептеңізді тырташына клейін ады еңгіз, сөйтіп біз бір ана аламыз А тен инпут еңгіздашы, неше үшін еңгізші, сөйтіп бір клейін бұда еңгіз, бұда да тұра қойсыңыздар, С А қосылған Б, бұны А мен бұны қосамыз, ал X-та болса А көбейтілген болсаңда ағашы жүгірге Жарайттыңыз. Біз компьютерде оқиын кезде тамақшы Дұрыс кез. компьютер алдына Көзбен айтылған арасы 6-7 сантиметр болды. Рас па? Су қолмен отыруға болмайды дейді, Алина. Жүгіруге болмайды. Соны компьютердің алдына компьютердің алдына артық отыруға болмайды. Қайырымыз пайыз. Тіркелдің ба? Шоколад менікі. Негізі 4 балл деген көмектескен үшін бұл шоколад менікі. Асылжан болдың ба? Мені қараймыз. Фамилияны қандай? Молодец, Самина. Енді алдарында нетіп қағазды техникалық диктант инпутты жүкпен кімеді аты? Жүкпен тексереміз. Осы параққа жазамыз дағыны. Осы параққа жазамыз да екеуміз тексереміз бір. Проекттің қызметі қандай десең, экранға мәліметті шығардыңдар. Инпутта енгізді. Істеп, не істеді жаңа бізде? Біз көзді жауып қойдық қой. Бөлек. Сабаққа жібердім. Бүгінгі сабақтан алған әсерлерім. Ұнады, ұнамады, бұрау сөздер. Бағалы парақтың аты жөнін жазып бар. Бағалы парақтың. Назарға қаншалық болды? Қанша жылда? Қалған. Енді қараңдар, неге тапсырма? 112-ші беттегі бірінші, екінші тапсырма. 112-ші беттегі. Сыныпты ма? Все, сабақ аяқталды. Оқып қалды.